Асқазан ішек жолында жиі кездесетін, бірақ көп адам біле бермейтін бір мәселе бар. Ол сибір деп аталады. Қазақша айтқанда бұл аш ішекте қалыпты жағдайда тек тоқ ішекте ғана өмір сүруі тиіс бактериялардың шамадан тыс көбейіп кетуі. Соның салдарынан ас қорыту бұзылады. Тағамнан келетін пайдалы заттар дұрыс сіңбейді. Іш өту, іштің кебуі, ауырлық, жайсыздық сияқты белгілер пайда болады. Ең бастысы, сибір өз алдына жеке ауру емес, ол асқазан ішек жолындағы басқа мәселелердің салдарынан дамитын синдром. Нормасында аш ішектің бастапқы бөліктері дерлік таза болады. Ал пайдалы бифидо мен лактобактериялар негізінен тоқ ішекте өмір сүреді. Бірақ әртүрлі себептермен сол бактериялар тоқ ішектен жоғары көтеріліп, аш ішекте көбейіп кетеді, немесе ауыз арқылы түскен микробтар сол жерде өсіп өнеді. Соның салдарынан іш кебеді, газ жиналады, әсіресе кешке қарай ішіңіз қампиып кетеді. Қандай тамақ жесеңіз де ауырлық сезіледі. Бірде іш өтіп, бірде қатып қалады. Көп адам жеміс-жидек пен көкөністі көтере алмай қиналады. Осындай белгілер күн сайын қайталанып отырса, бұл көбіне сибірдің белгісі. Кейде бұған қоса ішекте грибоктар шамадан тыс көбейіп кетеді. Мұндай жағдай артық грибоктар өсу синдромы деп аталады. Негізі грибоктар бәріміздің ішегімізде аз мөлшерде болады, бірақ қолайлы жағдай туғанда шамадан тыс көбейіп, ішектің жұмысын бұзады. Көбіне бактерия мен грибок қатар көбейіп, жағдайды одан сайын ушықтырады. Сибір неге пайда болады? Себеп көп. Соның бірі антибиотиктер. Мысалы, бронхит, ангина немесе өкпе қабынуымен ауырғанда дәрігер жазып берген антибиотиктерді ішеміз. Ол дәрілер тек зиянды бактерияны ғана емес, өзіміздің пайдалы микрофлораны да жояды. Ал пайдалы флора әлсіресе, патогенді бактериялар көбейіп, аш ішекке көтеріліп кетеді. Тағы бір үлкен себеп қазіргі заманғы тамақтану. Бұрын адамдар тұтас дәнді дақыл, маусымдық көкөніс пен жемісті көп жейтін, тамақты үйде өзі дайындайтын. Қазір көбіміз тез дайындалатын тағам, ақ ұннан жасалған нан, тоқаш, тәтті, печенье, түрлі батончик, газды сусын, чипсы сияқты өнімдерді көп тұтынамыз. Мұның бәрі қарапайым көмірсулар. Ал дәл осы тағамдар бактерия мен грибоктарға керемет қоры. Олар аштықы сияқты тез көбейеді. Оның үстіне қазіргі өнімдердің көбінде консервант көп. Консервант ең алдымен ішектегі пайдалы бактерияларды әлсірететін, тіпті жоятын зат. Ал пайдалы микрофлора әлсіресе, патогенді бактерияларға жол ашылады. Тағы бір маңызды қорғаныс асқазан сөлінің қышқылдығы. Тамақ асқазанға түскенде тұз қышқылы микробтарды бейтараптандыруы керек. Егер қышқылдық төмен болса, микробтар әрі қарай ішекке өтіп, емін еркін көбейеді. Қышқылдықтың төмендеуі көбіне дұрыс тамақтанбаудан және қышқылды азайтатын дәрілерді ұзақ уақыт бойы себепсіз қабылдаудан болады. Сондай-ақ өттің жақсы ағуы да өте маңызды. Өт аш ішектегі патогенді флораны тежейтін табиғи тазалаушы. Ал қозғалыстың аздығы, күйзеліс, дұрыс емес тамақтану өттің іркілуіне әкеліп, ішектің өзін-өзі тазарта алу қабілетін әлсіретеді. Енді көпшілікті мазалайтын ең маңызды сұраққа тоқталайық. Сибірдан толық айығуға болады. Бірақ ол сіздің күнделікті таңдауыңызға тікелей байланысты. Бұрынғыдай торт, тоқаш, тәтті, крахмалды тағамды көп тұтынсаңыз, мәселе қайта оралуы мүмкін. Бірінші қадам себепті табу және тамақтануды қайта қарау. Екінші қадам емдік диета. Әдетте ол 2-3 аптаға тағайындалады. Осы диетаның көзімен ақ іштің кебуі азайып, газ бен артық бактерия өсуі төмендейді. Егер диета жеткіліксіз болса, дәрігер кеңесімен ішекке арналған антисептиктер мен препараттар қосылады. Куркума, қара тмин, орегано, зәйтін жапырағы секілді табиғи антибиотиктер де қолданылады, ал қажет жағдайда дәріханалық дәрілер тағайындалады. Мұның бәрі әр адамның жағдайына қарай жеке таңдалады. Ал сибір қайталанбас үшін дұрыс тамақтану, асқазан қышқылдығын қалпына келтіру, өттің ағуын жақсарту, қозғалысты көбейту өте маңызды. Осы қағидаларды ұстансаңыз, ішек тынышталып, өзіңізді жеңіл сезінесіз. Сондықтан асымызға, өмір салтымызға мән берейік. Егер бұл ақпарат пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыз, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Берік болыңыз, бірге болыңыз.